Сәлем достар, баршаңызға. Сіздермен Құралай. Мен сіздерге осы жаз мезгілінде екі жемістің қосындысынан осындай керемет етіп тосап әзірлейтін боламыз. Менің арнама тіркеліп, маған қолдау көрсетуді ұмытып кетпеңіздер. Видеомды соңына дейін тамашалаңыздар. Екі жемістің қоспасы деп жатқаным шабдалы мен сары өрікті қосып тосап әзірлеп көреміз. Дәмі деген өте тәтті болып шығады. Мен жеп көрген соң осылай үйде неге істемеске деп шештім. Керек заттың бәрін описание бөліміне қалдырдым. Қараңыздар, осылай жуып тазалап, сүйектерінен ажыратып, сыртын ашмаймыз, бөліп аламыз екі жемісті. Сосын шекерімізді үстінен сеуіп, су қоспаймыз. Шекерімізді, жаңағы жемістерімізді қосамыз, дағыны қойып қоямыз. Осылай мен бір түнге қойдым, кешке жасап тоңазытқышқа салдым да таңертең тұрсам осылай әдемі болып өзінің соғын беріп, керемет. Қараңыз, иістері де әдемі. Осылай ыдыстан, осындай қайнататын ыдысыма құйып алдым. Құйып алып, баяу отта асықпай бір рет 25 минут, 20 минут қайнатамыз. Астын қозғап тұрыңыздар, өйткені су қосылмаған. Асты шекеріміз жабысып қалмасын деп, өзі сондай сок бергеннен кейін шекермен екі жемістің соғы шыққан соң асты жабысқамау керек. Осылай көбігін алып тастап, баяу отта әдемілеп 25 минуттай қайнатып аламыз. Сөндіріп қоямыз және тағы да қайнатып аламыз. Бір суығаннан кейін тағы 20 минуттай қайнатып, осылай әдемелеп дайын болдау деген кезде банкілерімізді, шыныларымызды дайындай береміз. Мен күннің көзінде қыздырып алдым банкыларымды, крышкаларды бір рет қайнатып алдым ыстық суда. Міне дайын болған тосабымызды осылай өздеріңізге ыңғайлы. Мен кішкентай банкілерге 0,3, 0,5 кішкентай көлемде банкілерге құйғанды жақсы көремін, өйткені тосапты лезде алып, бауырсақпен, шаймен осылай алып ұсынып тұрамын. Дәмі деген керемет болып шығады. Достар, сіздерге де кеңес беремін. Екі жеміс, яғни сары өрік пен шабдалының қосындысынан осындай керемет екі қоспадан тосап шығады. Дәмі деген ерекше болады. Жасап көріңіздер. Езілмейді, әдемі болып шығады. Қараңыздар, банкының ішінде, шынның ішінде қалай тұр. Және мен осылай әдемілікті сақтап, әдемі болып тұрсын деп, үйдегі бар қағаздарымды алып, жібімді алып, осылай әдемі етіп әсем деп қойдым. Өйткені әсемдікте тұрған зат көздің жауын алып, тәбетіңді ашады. Сондықтан сіздерге де кеңес беремін, достар. Осылай жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын, ұнайды деген ойдамын. Керемет туынды шықты.